Қызыл өрік деп тойдың төрін бермеген Ақылбек Шеменей көптен бері бейнебаян түсірмей көгілдір экраннан алыстап жүрген еді. Жуырда әнші жаңа әнін жарыққа шығарды. Айсұлу менің арманым-ай, сарқылып сезімің маған қалғаным-ай, көрмесем сағынам сені, өмірімнің кеңі, жан күйімнің емі. Айсұлу деп аталатын бұл әннің авторы Болат Нұрғазин. Композитор өз туындысының сөзінде жазған көрінеді. Ал Ақылбек өзге әндеріне емес, дәл осы әнге бейнебаян түсіруді қалап отыр. Оның сыры мынада. Енді былай сұраныс жаман емес болып жатыр да, енді Алла бұйыртса сол әнге Айсұлу деген ән, Алла бұйыртса бейнебаян түсірем ба деп ойлап жатырмын қазір. Түсіргелі жатқан бейнебаянның режиссер ретінде Жеңісханды таңдап отыр. Қазірдің өзінде клипмейкермен келіссөздер жүргізілуде. Сондай-ақ бұл бейнеклиптің екінші аты да бар көрінеді. Менің ойымдағы клип осы Алматы қаласының ішінде, осы клиптің аты Алматы деуге болады, осы қаланың ішінде, әр жерінде Алматыны көрсетіп, сондай клип істейін ба деп отырмын. Ән белгілі бір қыздың есімі болғанымен, Ақылбек мырза өзге қыздарды да ренжіткісі келмей, жалпы қыздарға арналатынын айтты. Қазақтың әрбір айдай сұлуларына арналған. Бәлкім әні хит болмай қалады деп ойласа керек. Уайымдамаңыз Ақылбек мырза. Бәрбір халық өзіне керегін алады. Ең бастысы көз қуанышы болатын бейнебаяныңыз сапалы болса болғаны. Ендеше жаңа бейнеклипіңізді асыға күтеміз.